Kulundu bir 720 мың теңге деп тұр. Kulunu ұрғашы. Ұрғашы жабағы 170 мың теңге. Еркек тай. Бұл да 170. Мынау 270 деп тұр. Дөнен 500 мың теңге деп тұр. Әлі айғыр болмаған. 210 мың теңгеден еркек жабағылар. Үшеуі 210-нан. Үшеуі. Ұрғашы тай 250 мың теңге деп тұр. Бір жасқа толған. Бағасы 250. 470 мың теңге. Екінші тума бие, биыл қысыр бірақтан. Бағасы 470. Буаз биелер 450 мың теңгеден сұрап тұр. Екеуі 450-ден. Буаз биелер наусы 600 мың теңге. Нау үшеуі 570-ден. Арға ақ болса 500. Буаз биелер бар. Еркек тай 230 мың теңге деп тұр. Кемі бар. Қолынды бие жабақысы ұрғашы 630 мың теңге. Сұрап тұр, кемі бар. Буаз бие сауым дейді. Бағасы 500 мың теңге. Сұрап тұр, кемі бар. Құнажын байтал 400 мың теңге сұрап тұр. 380-ге берілет дейді. 370 мың теңге деп тұр. Қысыр бие. 450 мың теңге сұрап тұр. Биыл өже құнан шығады. Еркек мүңгі. Бағасы 450, кемі бар. Жабағылар екеуін 290-ға берем дейді. Ұрғашы жабағы 150 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. Заулы сир 250 мың қатты. 10-12 литр сүті бар. 330 мың теңге. 10-12 литр сүті бар. 1 литр 200 грамм қаймақ. Зауы ұрғашы. Емчегін майлайсың да, потом айдайсың. Сауы біресің. Ұрғашы таны бір жасқа толмаған әлі. Бағасы 110 мың теңге сұрап тұр. Ұрғашы бұзау жаңа туған 35 мың теңге деп тұр. Бір жарым жасар бұқалар бергісін 320 мың теңге сұрап тұр. Аларды 275-тен. Байлау бұқалар 190 мың теңге деп тұр. Еті орта. Бір жасар 190 мың теңге сұрап тұр. Бір жасар бұқа 170 мың теңге деп тұр. Кемі бар. Нау бұқалар үшеуі 190 мыңнан сатылыпты. Еркек бұқалар 120 мың теңгеден дейді. Кемі бар. Бұқа 250 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. Қанша дейсті нан? 20 мың теңге ма? Серке 20 мың теңге. 35 мың, мұналар қаншадан? 52 ма? 22 бере бауырым. Кар қойма? Жоқ, түсін көрші. 22 беріледі. Налар қаншадан? Олар 52-ден беріледі. 52-ден беріледі.
сатылыпты. Мынау ақ 70-ге кетіпті, байлау. Мынау 65-ге. Ет шару, мынау семіз. Қошқарлар 300 мыңнан дейді. 2 жыл байлаған екен. Қозлы қойлар 55-тен. Мынау қозысы мынау. Мынау қозысы анақта жүрмін. 55-тен бағасы. Қошқарлар үшеуін 95-тен сұрап тұр. Арқысын 75. Мына екеуі өссек. Мына екеуі қошқар. Бағасы үшеуі 95, арқысы 75. Қозлы қой, көк қозысымен 50 мың теңге. Деп тұр екен. Қозысы кішкен дәу болып қалған. Сыр қой 50 мың теңге сұрап тұр екен. Кемі бар. Менде қара тек. Қаншадан қозытады? 28-ден ба? Ұрғашы еркек араласпай? Екі еркек, екі ұрғашы 28 мың теңгеден. Қарлар екеуі 200-дер. Арқысы 170. Нан қаншатады? Сауық. 85 мың теңге. 42 мың теңге. 45-ден сұрап тұр екен. 42-ге беріледі екен. Таза беріледі. Семіз. Денесі әрі. 42 мың теңге. Ұрғашы тоқты 30 мыңға береді. Бір аяғы ауырсын тұрған 30 мыңға дейді. Сектор 30-дан дейді бағасы. Екеу десек, еттері шаруа. Құтылар 42 мың теңгеден дейді. Отдельно алсаң, бөлек біртінде алсаң. Абылай барлығын алса 38-ден беріледі. Барлығы ұрғашы. Қозлы қой. Қозы үлкей қойған 55 мың қатты. Лақты ешкі 30 мың теңгеде тұр, келсеміз дейді. 2-3 туған ешкі. Байлау тоқты, семіз 52 мың теңге сұрап тұр. Денесі ірі, жақсы. 52 дейді. Қазақ қошқар 95 мың теңгеге сатылыпты. 95-ке кетті. Байлау тоқтылар екеуі 48-ден, арғы майдалары 45-ден дейді. Кемі бар. Байлау тоқтылар 45-ден сұрап тұр. Екеуі кемі бар. 3 жасар қазақ қошқар бағасы 200 мың теңге сұрап тұр. Байлау ма? Кемі қанша енді? Кемі қанша? Кемі 38 ба? Байлау тоқты 38 дейді. Сек ба бұл? Қошқар, тоқты қошқар. Сек жоқ қой қазір базарда. 60 мың болса бер жерім дейді. Семіз еді. Осымен достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша қой жақты көп түсірдім, тоқты, қой, байлау тоқтыларды көп түсірдім. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.